Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде «Нападение шести головой акулы» фильмі. Видео басталмас бұрын, жаңадан ашылған каналға тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Қазіргі мақсатым 500 тіркелушіге тездетіп жету. Жазылған болсаңыз видеоны бастаймын. 1984 жылы биология факультетінің студенттері арал маңында қайықта қоштасу кешін атап өтуде. Кеш барысында бір жігіт пен оның сүйіктісі жанжалдасып қалады. Содан кейін қыз жігітінің неке жүзігін мұхитқа лақтырып жібереді. Бірнеше минуттан кейін ол қайыққа жақындап келе жатқан белгісіз тіршілік иесін байқап, ішке қарай жүгіреді. Кенеттен студенттердің бірі суға тартып әкетіліп, жыртқыштың құрбанына айналады. Қалғандары үрейленіп жан-жаққа тығыла бастайды. Бірақ әлгі бойжеткен қашып үлгермей, алты басты мутант акуланың шабуылына ұшырайды. Осы қанды қырғыннан кейін 30 жыл өтеді. Сол қайғылы оқиға орын алған аралға 4 жұп жиналады. Оларды аралға шақырған адам некесі ажырасудың аз-ақ алдында тұрған жұптарға терапия жүргізумен айналысатын Уилл мен оның әйелі. Оның мақсаты жұптарды сыртқы әлемнен оқшаулап, бір-бірімен қарым-қатынасты қалпына келтіру. Сол себепті оларды телефон байланысы мен интернеті жоқ қаңыраған аралға әкеледі. Уилл қатысушыларға арнайы тапсырмалар беріп, олардың арасындағы үйлесімділікті арттыруға тырысады. Жұбайы болмағандықтан ол тапсырманы орындауға көмектесу үшін Мэриді шақырады. Бұл оның күйеуі Джеймстің қызғанышын тудырады. Белгілі бір жаттығудан кейін Уилл өз көмекшілері Бред пен Ребеккадан қалқымалы платформаға азық-түлік қойып, қатысушылардың демалуына жағдай жасауды сұрайды. Платформаны дайындағаннан кейін Бред пен Ребекка қайықпен рифке қарай бағыт алады, өйткені Ребекка сол жерден керемет көрініс ашылады деп ойлайды. Бірақ олар межелі жерге жеткенде, судың астында әлдененің қозғалып жатқанын сезеді. Алдымен Бред тақтасынан құлап суға түседі. Артынан Ребекка да суға құлайды. Бірнеше секунд ішінде мутант акула жақындап келіп, оларды әп-сәтте жеп қояды. Осы кезде Уилл өзінің әйелі Сюзанна мен Зак отырған қайыққа келеді. Әйелінің бұл жерге келу себебі күйеуінің қолын қойдырып, ажырасу процесін аяқтау болады. Уилл қанша қарсылық білдіргенімен, Сюзанна оған қол қойдырып, қазіргі жігітімен бірге кетіп қалады. Бұл арада аралда қалған жұптар аман қалу үшін азық-түлік іздеуге мәжбүр болады. Сара суға түсуге арналған костюмін киіп, тамақ іздеуге аттанады. Алайда оның жігіті Джейк аралды зерттеуге көбірек қызығады. Ол төбенің арғы жағында жануарларға құпия зерттеулер жүргізетін лаборатория бар екенін естіген еді. Алайда Сара алдымен жұптардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуді ойлайды. Сондықтан Джейк оны қолдауға шешім қабылдайды. Көрші бунгало ішінде Джеймс Мэриді бұл аралдан кетуге көндіруге тырысады. Өйткені өзі тіпті суға түсуге арналған костюмін кие алмай жатыр. Әйел оны осы тәжірибеге қатысуға көндіруге тырысады. Бірақ жігіттің жалғыз ойы бұл жерден тезірек кету. Ақыры Мэри Уиллге барып сөйлесуді жөн көреді. Ол кезде Уилл Бред пен Ребеккамен байланысуға тырысып жатқан еді. Бірақ олар із-түссіз жоғалып кеткендей көрінді. Дәл сол сәтте Мэри келеді, күйеуінің бұл тәжірибеге қатысқысы келмейтінін айтып, оларды жағаға қайтаруын сұрайды. Уилл оларды қалдыруға көндіруге тырысқанымен, Мэри ақшасын қайтаруды талап етіп, егер бұлай болмаса, адвокат ретінде оны жалған жарнама үшін сотқа беремін деп қорқытады. Ол бұл аралға топтың басқа мүшелерімен бірге Уиллдің әйелі Сюзаннамен жұмыс істеу үшін келгенін, бірақ Сюзаннаның әлі күнге дейін көрінбегенін айтады. Ақыры Уилл ертең таңертең ақшасын қайтарып, оларды жағаға жеткізетінін уәде етеді. Әңгімеден кейін Уилл Бред пен Ребекканы іздеуді жалғастырады да, ақырында жартастардың арасында қалқып жүрген Бредтің аяғын тауып алады. Сініксіз жағдайға қарамастан, қалған жұптар бұл мүмкіндікті пайдаланып, суға секіріп, қалқымалы платформаға қарай жүзе бастайды. Мэри артта қалады, бірақ ақырындап топқа қарай жақындайды. Жүзу барысында ол су бетінде қалқып жүрген адам денесін байқап, үрейге түседі. Бақытына орай, сол сәтте Уилл келіп, оны құтқарып қалады. Ол бұл Бреттің денесі екенін айтып, оның үлкен ақ акула шабуылына ұшыраған болуы мүмкін деп болжайды. Осыдан кейін олар аралдан аман есен кетудің жоспарын құрастырады. Уилл барлығына қайыққа жақын жерге платформаны жеткізу үшін ескек есуді бастауға нұсқау береді. Бірнеше минуттан кейін олардың бірлесе әрекет етуінің арқасында топ қайыққа аман есен жетеді. Уилл теңіз күштерімен байланысып, көмек шақыруға тырысады, бірақ ешқандай жауап ала алмайды. Жұптар аралдан мүмкіндігінше тезірек кетуді талап етеді. Бірақ Уилл Ребеккаға не болғанын білмейінше кетуден бас тартады. Дюк оны іздеу операциясына көмектесуге шешім қабылдайды. Алайда оның әйелі Дафна оны бұл ойдан айнытуға тырысады. Дегенмен Дюк өзінің жыртқышты жеңуге дайын екенін айтып, адамның табиғаттағы үстем жыртқыш екенін алға тартады. Джейк егер Уилл оларды дереу қауіпсіз жерге шығармаса, оны сотқа беремін деп қорқытады. Бірақ Уилл әріптесін табуды бәрінен маңызды көреді. Аралға қайта оралған соң, Уилл мен Дюк қолдан құрастырылған мылтық жинайды. Олардың жоспары акуланың басын шанышқылап, оның миын жара беру. Дюк қолын кесіп, қанын суға ағызып, жыртқышты қызықтыруға тырысады. Бұл әдіс жұмыс істейді. Бірақ ешкім акуланың тағы 5 басының бар екенін күткен жоқ. Дюк шабуылға дайындалып жатқанда, акула судан атылып шығып, оған бас салады. Оның 5 басы олжаны таласып,
бір-бірімен шайнасып, ақыры дүйіктің денесін қақ бөлгенше жыртады. Содан кейін акуланың бір басы оның денесінің қалған бөлігін жұтып, қараңғы суға қайта сіңіп кетеді. Дафна күйеуінің қорқынышты өліміне куә болып есеңгіреп қалады. Осы уақытта қайықтың түбі жартасты соғып, зақымданады, нәтижесінде топ тұзаққа түседі. Уилл қайыққа оралған соң, жұптарды өзімен бірге аралға қайтуға көндіреді. Қайық қатты зақымданғандықтан олар бұл жерден көмексіз шыға алмайды. Сондықтан ең қауіпсіз нұсқа құрлыққа барып, сол жерде жыртқыштан жасырыну. Қанша қорыққанымен, топ осы нұсқаның ең дұрыс шешім екеніне келісіп, суға секіріп, аралға қарай жүзеді. Аралға жеткен кезде, метеоролог Сара қатты дауылдың жақындап келе жатқанын байқайды. Оның айтуынша, бұл дауыл аралды толықтай су басып кетуі мүмкін. Сондықтан жалғыз аман қалу жолы аралдың оңтүстік жағында орналасқан екінші дүниежүзілік соғыстан қалған ескі маякқа тығылу. Алайда Сара олар маякқа жеткенше аралды су басып кететінін айтады. Сонда Джейк басқа ұсыныс тастайды, олар аралдағы ескі зертханаға тығылу керек. Зертхана қалқымалы доктардан тұратындықтан, су көтерілген сайын ол да бірге көтеріледі. Осылайша олар аман қалады, өйткені судың деңгейі қанша көтерілсе де, зертхана су астында қалмайды. Бұдан бөлек ол жерде көмек шақыру үшін радио байланысы мен жыртқышқа қарсы қолданатын қару-жарақ болуы мүмкін. Зертханаға жеткенде олар бұл жердің әбден қирағанын және дауыл өтіп болғанша құлап қалуы мүмкін екенін көреді. Соған қарамастан, бұл сәтте олардың жалғыз амалы еді. Уилл ескі радионы тауып, байланыс орнатуға тырысады, бірақ еш нәтиже шықпайды. Джеймс зертханадан бірнеше жазбаларды тауып, акуланың қалай пайда болғанын біледі. Ғалымдар акуланың өзін-өзі қалпына келтіру қабілетін адамдарға беруді зерттемек болған. Егер акула ауыр жарақат алып, тірі қалса, ол жараларын қайта қалпына келтіре алады. Алайда бұл мутант жыртқышта ерекше мутация орын алған, әрбір жаралған сайын ол қалпына келудің орнына жаңа бас шығара берген. Осылайша алтыбасты құбыжыққа айналған. Бұл тіршілік иесін өлтірудің жалғыз жолы оның жүрегіне соққы жасау, өйткені басын жұлып тастаған сайын орнына жаңасы өсіп шыға береді. Бірақ жүрек оның жалғыз әлсіз тұсы, ол қалпына келмейді. Олар осы ақпаратты талқылап жатқанда, Уилл Ребекканың тістелген серфинг тақтайын табады. Дәл сол сәтте зертхана шайқала бастайды, ал Джейк суға құлап кетеді. Одан кейін металл сөре аударылып, қайыққа оралатын жолды жауып тастайды. Сара үрейленіп, оны іздеуге кіріседі. Бірнеше секундтан кейін Джейк су бетіне қайта шығып, топтың көмегімен қайыққа оралады. Сара оны құшақтап, оның аман қалғанына қатты қуанады. Алайда дәл сол кезде мутант акула судан секіріп шығып, Сараны тартып әкетеді. Джейк оны құтқаруға ұмтылады, бірақ өзі де жыртқыштың құрбанына айналады. Осылайша, жас жұп қайғылы жағдайда қаза табады. Уилл аман қалғандарға акуланы алаңдатып тұрғанда, аралға жүзіп өтуді бұйырады. Дәл сол сәтте радиодан дауыс естіледі. Сюзанна оның көмек шақыруын естіп байланысуға тырысып жатыр. Уилл оған маякқа барып, тірі қалғандарды күтуін өтінеді. Акуланың зертханаға баса көктеп кіруіне қарамастан, Уилл аман қалып, аралға оралады. Енді жалғыз мақсат дауыл басталмай тұрып маякқа жетіп жасырыну. Бірақ бәрі әлдеқайда қорқынышты болып шығады. Топтың қашып бара жатқанын көрген акула судан шығып, өзінің екі жақ басын аяқ ретінде пайдаланып, құм үстінде жүре бастайды. Онымен қоймай, бұл жыртқыш жүгіруге де қабілетті еді. Осы сәтте топтың екі мүшесі Кип пен Энджи, егер бұл жерден аман шықса, некелерін қайта жандандыру туралы сөйлесіп тұрған. Бірақ оларды кенеттен акула қуып жетеді. Кип Энджиге қаш деп айғайлайды, бірақ әйел оны тастап кетуден бас тартады. Ақыры екеуі де жыртқыштың құрбаны болып, суға сүйреледі. Қалғандары тезірек қашпаса, олардың да тағдыры осылай аяқталатынын түсініп, тұра жүгіреді. Бірақ барлығы үшін ең үлкен қорқыныш енді басталды. Алтыбасты мутант акула тек жүруді ғана емес, жүгіруді де білетін болып шықты. Құбыжық тісін батыруға шақ қалған сәтте, Уилл машетемен келіп, мутант акуланың бір басын шауып түсіреді. Ауыр жарақат алған жыртқыш артқа шегініп, қайтадан теңізге сүңгиді. Осыны пайдаланып, қалған топ маякқа қарай жүгіреді. Ол жерде Зак пен Сюзанна қайықпен күтіп тұр еді. Ал Джеймсон басқару панелін тауып, маяктың жарығын жағуға тырыспақ болады. Дәл осы кезде Мэри Дафнамен қалып, оны жұбатуға тырысады. Бірақ Дафна күйеуінің өлімінен қатты шок алып, сандырақтап, оның аруағымен сөйлескендей күй кешіп отыр. Досының ақылынан адаса бастағанын байқаған Мэри көмек сұрау үшін Уилл мен Джеймске жүгінеді. Осы сәтте Дафна орнынан тұрып, маяктан шығып кетеді. Сол уақытта теңіз жыртқышы қайтадан маякқа қарай жүзіп келеді, ал оның жұлынған басы қалпына келе бастайды. Джеймс Уилл екеуі оңаша қалған бірнеше минутты пайдаланып, оны қорқытуға тырысады. Ол Мэри мен Уиллдің арасында бір нәрсе болып жатқанына сенімді екенін айтады. Қызғаныштан өртенген Джеймс мылтықты алып, оны Уиллге кеземек болады. Алайда қарудың ішіндегі оқ жоқ болып шығады, ал Уилл оны әрекет жасамай тұрып қағып алады. Содан кейін ол ешқандай опасыздықтың болмағанын айтады. Дәл сол сәтте Мэри келіп, маяк ішінде ацетилен толы қорап тауып алғанын хабарлайды. Бұл газды соғыс кезінде сарбаздар маяк шамдарын жағу үшін қолданған екен. Джеймс шамды жағатынын айтып,
Уиллге ацетиленді тасуды тапсырады. Мэри Уиллге көмектесуге қалады, өйткені бір адамның барлық баллондарды көтеруі қиын еді. Бұл әрекет Джеймстің күдігін одан сайын күшейтіп, ашуын өршіте түседі. Олар өмірлері үшін күресіп жатқанда, Дафна күйзеліске беріліп, теңізге қарай бет алады. Ол үлкен тастың үстіне шығып, теңізге қарап айғайлай бастайды. Дафна әлдебір құдіреттен мутант акуланы шақырғандай болады. Құдай оның тілегін қабыл етті ме, әлде қарғысы жетті ме белгісі. Бірақ дәл осы сәтте құбыжық судан қарғып шығып, оны бірақ жұтады. Дафнаның өлімі соншалықты тез болды. Ол ештеңе сезінуге де үлгермеді. Бірнеше минут өткен соң, Сюзанна мен Зак маякқа жетеді. Әйел Закқа қайықты жағаға жақындатуды тапсырады. Бірақ тастарға соғылып қалмау үшін абай болуын ескертеді. Джеймс қайықтың жақындап қалғанын көріп, Уилл мен Мэри де оны байқайды. Осы кезде олар Дафнаның жоқ екенін аңғарады. Бірақ оны іздеуге уақыт жоқ еді. Мэри қайыққа қарай белгісіз бір нәрсенің жүзгенін байқайды. Барлығы оның не екенін білгісі келеді. Алайда көп ұзамай мутант акуланың ешкімді тірі қалдырғысы келмейтіні белгілі болады. Құбыжық су бетінде айналып жүзіп, қайықтың айналасында қиын тәрізді толқын жасайды. Бұл күшті толқын кемені суға батыруы мүмкін еді. Джеймс жағаға жүгіріп барып, өзінің бұрынғы әйелі Сюзаннаның шабуылға ұшырағанын көреді. Ол жанын қоярға жер таппайды, өйткені бәріне қарамастан, әлі күнге дейін оны жақсы көреді. Қайық батып кетер алдында Зак Сюзаннаға судан секіріп, аман қалуға тырысуын өтінеді. Әйел басқа амалы болмағандықтан, жігітінің сөзін тыңдайды. Дәл осы сәтте қайық су түбіне кетіп, Зак акуланың жемтігіне айналады. Сюзанна жағаға қарай жүзе жөнеледі, бірақ жыртқыш оны оңай жібере салмайды. Құбыжықтың бір басы оны тістеп алып, әп-сәтте өлтіреді. Мұны көрген Уилл жартас басында тұрып, шарасыздықтан айқайға басады. Өз әйелінің көз алдында қаза тапқанын көруден асқан ауыр нәрсе жоқ еді. Әсіресе оны құтқаруға дәрменсіз болған кезде. Енді Уилл бұрынғыдан да бетер ашуланып, бұл сұмдық жаратылысты жоймаққа бел буады. Мэри акуланы теңізден шығарып, құрлыққа тарту керек екенін айтады. Сонда оны өлтіру оңайырақ болма. Уилл Мэриден ацетилен баллондарын қай жерден тапқанын сұрайды. Өйткені ол сол затты пайдаланып, құбыжықтың миын жарып жіберуді жоспарлайды. Ол Джеймске шкафтың кілтін беріп, оқ дәрілерді алып, цилиндрлерді атып жаруын тапсырады. Акуланы құрлыққа шығарар алдында Мэрион цилиндрлерді құмға көміп, олардың өздерімен құбыжықтың арасын бөгеу үшін қорғаныс жасайды. Жұмыс барысында Мэри олардың бұл шабуылдан аман шығатынына сенімді екенін айтады. Уилл әйелге көмектесуге уәде береді, бірақ келесі бірнеше жылын түрмеде өткізгісі келмейтінін білдіреді. Алайда Мэри оған адвокат болатынын және егер оған айып тағылса, жазадан құтылуға көмектесетінін сендіріп қояды. Кенеттен теңізден шығып, құбыжық құрлыққа қарай қозғала бастайды. Уилл олардың әр жаққа бөлініп, шабуыл кезінде акуланың басын шатастыруын сұрайды. Барлығы айғайлап, құбыжықтың назарын аударуға тырысады, ал Джеймс атуға дайындалады. Алайда ол цилиндрлерге емес, акуланың өзіне оқ атады. Бұл жыртқыштың шегінуіне себеп болады. Уилл құбыжықты цилиндрлерге жақындатуға тағы бір рет талпынады. Дәл сол сәтте Джеймс өзінің жалған қарсыласын жою мүмкіндігін байқайды. Ол Уиллді атуға дайындалады, бірақ Мэри күйеуінің арам ойын сезіп, Уиллге қарай жүгіреді. Әйел оны жерге құлатып, жігіттің арқасынан оқ тиюіне жол бермейді. Осы кезде акула Мэридің қасына жақындап қалады. Джеймс шапшаңдатып жыртқыштың бір басына оқ атады, бірақ күтпеген жағдай орын алады. Құбыжық жараланған басын жұлып алып, оны маякқа қарай лақтырады. Бас айналып барып Джеймске тиеді, ал ер адам бірден жан тапсырады. Ауыр жарақат алған құбыжық теңізге қайта оралады. Бұл Уилл мен Мэридің тірі қалуына мүмкіндік береді. Алайда олар бұл аралдан кеткісі келсе, акуланы бәрібір жою керек. Уилл толқын көтерілген сайын қайықтың жартастардан босап қалғанын байқайды. Бұл олардың қашып кетуіне берілген соңғы мүмкіндік еді. Енді олар цилиндрлерді алып, қайыққа дейін жүзіп жетуге және жолда жыртқыштың жемтігіне айналмауға үміттенуі керек. Қайыққа жеткенде Уилл қозғалтқыштардың жұмыс істемейтінін байқайды да мәселені тексеруге кіріседі. Осы кезде Мэри қару ретінде қолдануға болатын материалдарды тауып, қолдан жасалған найза әзірлейді. Кенеттен акула қайыққа жақындап, шабуыл жасамақ болады. Мэри уақытша оны қорқытып жібереді, бірақ бұл ұзаққа созылмайды. Құбыжық қайықтың корпусын талқандауға кіріседі, ал Уилл оның ішке кіруін күтіп, шабуыл жасауға дайындалады. Акула қайыққа кірген сәтте, Уилл оның бір басын бірнеше рет найзамен тесіп жібереді. Бірақ Мэри мұның әлі де жеткіліксіз екенін түсініп, Уиллге аралға бірге кетуді ұсынады. Алайда олар кетіп үлгермей тұрып, мутант акула Уиллдің аяғынан тістеп алады. Жігіт цилиндрлердің бірін қолданып, құбыжықтың тырнағынан босап шығады. Уилл ракетасын алып, екеуі теңізге секіреді. Осы уақытта акула қайықта қалып қояды. Ол босап шықпақ болғанда, байқаусызда ацетилен толы цилиндрлерді өзімен бірге алып кетеді. Уилл мен Мэри аралға аман жетіп, жартастардың арасына жасырынады. Бірақ мутант акула судан секіріп шығып, олардың соңынан қуып келеді. Уилл ракетаны пайдаланып, құбыжықты жоюға тырысады,
бірақ жалғыз оғы жартастардың арасына түсіп кетеді. Дегенмен Мэридің көмегімен ол оны қайтарып алып, цилиндрлердің біріне атады. Оқ тиген бойда газ босап шығып, үлкен жарылыс тудырады. Нәтижесінде акула быт-шыт болады. Денесінен бөлініп қалған бас бөліктері бір-бірін жеп ақыры түгел өледі. Уилл мен Мэри орнынан тұрып, аралдан кетудің басқа жолын іздеу үшін жүріп кетеді, өйткені қайық толықтай жойылған еді. Ал сізге бұл фильм ұнады ма? Пікіріңізді төменде қалдырыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Келесі кездескенше.